Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үйде бар заттардан жасалынатын өте дәмді әрі оңай пирогтың рецептімен бөлісетін болам. Видеоны толық қарамас бұрын каналымдағы подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны шағып, үстінен осындай шай ішетін кеседе толтырмай қантымызды салып, миксермен немесе венчикпен аппақ масса болғанша жақсылап араластырамыз. Қонақ келген кезде тез жасалынатын пирогтың бірі. Енді ертілген сармайымызды жұмыртқалы массамыз үстіне қосып, тағы да бір рет араластырамыз. Одан соң тағы осындай шай ішетін кесемен айранымызды құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді кезекте бізге 2 кесе шай ішетін кеседе ұн қажет болады. Оны ситаның көмегімен аз-аздан өткізіп, миксермен араластырамыз. Одан соң ас содасы 1 шай қасық саламыз, жақсылап араластырамыз. Миксер болмаса венчикпен араластыруға да болады. Барлық ұнымызды осылай аз-аздан өткізіп, венчикпен астынан үстіне қарай жақсылап араластырамыз. Пирогымыздың массасы осындай ешқандай түйіршік қалмайтындай жақсылап араластырып аламыз. Енді алдын ала дайындап алынған ыдысымызға пергамент қағаз төсеп, массамызды құямыз. Пирогтың бетін бір тегістеп алып, қызып тұрған пешімізде 150 градуста 30-35 минутта, әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан қызарғанша пісіріп аламыз. Пирогтың піскендігін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп көреміз. Ағаш таяқшамыз құрғақ болып шықса, біздің пирогымыз піскен болады. Піскен пирогымызды ыдысынан суығаннан кейін барып аламыз, және де осылай кесіп дастарханға ұсынсаңыздар да болады, немесе бетіне әртүрлі жеміс-жидек қойып, қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Өте жұп-жұмсақ болып шығатын пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын пирог десем де болады. Отбасыңызды қуантып, осы рецептпен жасап тұрыңыздар. Комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.